Құрметті ағайын, саламатсыздар ма? Менің есімім Абзал Дүйсенбекұлы Малбасқанов, дәрігер-пульмонолог, торакалды хирург, фтизиатр және Аруана клиникасының бас дәрігері. Көптің көкейінде жүретін бір сұрақ бар, тыныс алу жеткіліксіздігі. Енді тыныс алу жеткіліксіздігін былай қарастыратын болсақ, кейбір адамдар махаббаттан толқып тыныс жетпей жатады, біреулері шынымен де қиналып ауа жетпей жатады. Және де көп жағдайда тыныс алу жеткіліксіздігі бізде аурулардың, өкпе ауруларының әсерінен болып жатады. Бұл өкпедегі қабынуларға байланысты. Өкпеде қандай қабынулар болады? Мысалға, жоғарғы тыныс жолдарының жетіспеушілігінен, немесе мына ОРВИ, ЖРВИ-дің кезінде мұрынның жоғарғы тыныс алу жолдарындағы шырышты қабаттардың қабынуынан ісініп, ауаның өтуі қиындап, адам тұншығуы болады. Нақау болмаса, жаңа оның ішінде гайморит, синусит, тағы да басқа фарингит деген сырқаттар толып жатыр. Сол кезде ауа жеткіліксіздігі анықталуы мүмкін. Одан бөлек, мына бізде тағы да тонзиллит дейтін ауру бар. Халықтың арасына қарапайым ангина десек бәріміз түсінеміз. Сол ангинаға келетін болсақ, мысалы, ол да суық су ішкеннен немесе салқындап қалғаннан бізде ісініп, ауаның жүруі қиындап, тіпті тамақ ішудің өзі жұтынуы қиындап кетеді. Ал енді таза тыныс жетіспеушілік көбінесе бұл өкпедегі ақауларға байланысты. Өкпеде қандай ақаулар болуы мүмкін? Жаңа не үшін жоғарғы тыныс жолдарынан бастадым. Сол жоғарғы тыныс жолынан қабынған дүние төменге қарай түсе бастайды. Түскен кезінде мысалға кеңірдектің қабынуы болады, трахеит, одан кейін бронхтардың қабынуы, бронхит, одан кейін жаңағы бронхиолит және альвеолит деп кетеді. Егер де осылардың барлығы бірден қабынатын болса, әрине тыныстың өтуі қиындайды, газ алмасу қиындайды, одан кейін адамға тыныс жетіспеушілігі болуы мүмкін. Және де бұның ары қарай бет алдырып жүре беретін болсақ, халық еміне сеніп, тағы да басқа да дәріханаға барып өзімізге келген дәріні ала салып ішетін болсақ, емді ары қарай асқындырып алуымыз мүмкін. Мысалға, одан ары қарай асқынатын болсақ, жаңағы пневмонияға келуі мүмкін. Пневмония мысалға бұл жаңағы өкпе тінінің қабынуы. Өкпе тіні қабынған кезде әрине бұл жерде жалғыз тыныс жетіспеушілік емес, тағы да басқа симптомдар көрініп жатады. Бұл дененің қызуының көтерілуі, жөтел, тәбеттің төмендеуі, салмақтың азаюы, түнгі ұйқының бұзылуы анықталып жатады. Егер де одан да ары қарай жүре беріп емдемесек, неге алып келуі мүмкін? Бұл өзі абсцесске алып келуі мүмкін. Немесе жаңағы абсцедирующий пневмония деп аталады. Өкпе шіри бастайды. Одан ары қарай асырып жіберсек не болады? Одан ары қарай асырсақ, бізде гангренаға дейін баруымыз мүмкін. Оны үйлік жағдайда емдей алмаймыз, тек қана стационарлық деңгейде ғана ем көрсетіп, неге нақа болмаса жаңағы хирургиялық көмекке жүгінуімізге тура келеді. Сол себептен аурудың емін іздегенше ауырмайтын жолын ізде дейді. Уақытылы скрининг өтіп, денсаулығымызды түзетіп жүргеніміз дұрыс. Енді мына аурулардың жаңағы барлығы тыныс жетіспеушілігіне әкелетін болсақ, одан да басқа сырқаттар бар тыныс жетіспеушілігіне алып келетін. Мысалға айтатын болсақ, бұл жүрек қан тамыр ауруларының кезіндегі болатын ақаулар. Мысалға, жүректің ісінуі, немесе жаңағы қан тамыр жетіспеушілігінен жүректің қызметі бұзылып, қанның дұрыс айдалмай, адамға оттегі жетпей жатады. Нақа болмаса, мынау адам жарақат алған кезде, басына, немесе ми жарақатын алған кезде, мына өзімізде қазақта айтып жатады ғой, қарақұстан ұрған кезде адам есінен талып қалды деп. Сол қарақұстың тұсында бізде миде тыныс орталығы бар. Сол тыныс орталығына зақым келген кезде тыныс тежеліп, ауа жетпеуі де мүмкін. Оның барлығы әрине тек қана жаңағы дәрігердің көмегімен, кеңесімен ғана шешілетін нәрсе. Егер де біздің бағдарлама сізге ұнаса, парақшамызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және достарыңызға осындай проблемалар бар кісілерге таратсаңыздар болады.